Аурухана төсегінде жата-жата еңсесі езіліп, мүгедектер арбасында отыра-отыра әбден зәрезап болған Маржан бүгін протез аяқ кимек. Төртіншісі сау, төрт құбыласы тең адам бақыт дегеннің не нәрсе екенін төстеп танып жарытпасы анық. Жер басып жүру дегеннің теңдессіз бақыт екен-ау, қалай білмегенмін. Сол бақыт құшқандармен иықтаса алар күн туса ғой шіркін. Бір сәтті қуанышын демде күдік алмастырып, өз аяғымдай болу қайда, бірақ жасандының аты жасанды емес пе, деген сұрқайлы ойлар қаумалап тұңғиығына тарта жөнеледі. Маман дәрігердің жылы лебізі үміт отын үрлегендей көзінен қуаныш ұшқындайды бірде. Шетелде әкеңнің тапсырмасымен жасалған өз аяғыңнан кем болмайды. Сол жасанды аяқпен ағаш бойын тіктегенде аяғын апыл-тапыл басқан сәбидей қалт-құлт етіп денесін әзер игергені рас. Бірақ бұл жай көпке созылмады. Әлсіздігін жеңуге тырысып бақты, қайтсем де жүруім керек деген ішкі талпынысы жігерін қайрап тек алға жетеледі. Бұдан былай жүруге жаттығу күні бойы айналысатын тиісті жұмысын айналды. Бірде мөлдір үйінің іргесінен өтіп жатқан орталық көшеге түсіп, иіндерескен халық нөпіріне қосылды да алға қарай кете барды. Екі аяғынан тік тұрғызып тағы бір мүмкіндік берген Аллаға тәуба. Айналасына самарқау көз тастап қояды. Қала көшелерінде сол баяғы көрініс, ілгері кейін қайшыласа зымыраған сан түрлі автокөліктер, ара-белі сабылған адамдар. Бірінің екіншісімен ісі жоқ, өзін қызықтыратын ештеңе қалмағандай көңілі күңгірт тартты. Өмірдің тарам-тарам жолдарынан өз соқпағына түсіп, тіршіліктің керек жарағын тірнектеуге тыраштанып, безектегендер басқаның қайғы қасіретін қайтсын. Кенет жолдың арғы қапталында өзгелерден оқшауырақ, бағдаршамның жасылын күтіп тұрған таныс 100 жылы ұшырағандай анықтап көз салды. Күйеуі. Ол жалғыз емес еді. Қолтықтаған әлде келіншек, әлде бойжеткен, әйтеуі біреуі бар. Қыз жүзін ара бұрып күйеуіне бірдеңені айтып, назына қарайтын сияқты. Жүрегі кеудесін бұзып сыртқа шығып кетердей атқақтай соқты. Көз алды тұманданып, бұлаңғыр тартты. Басы айналғандай ма, әлсіздікті сезінді. Енді жайлана бастаған көңілін мына көрініс ойран асыр етті. Көпшілік арасына сытылып, бұлай таман жол шетіне қарай ойысып, сол арадағы жуан терекке арқасын сүйеп терең тыныстады. Жанарынан ағыл-тегіл моншақтаған жас бетін жуып, омырауына құйылып жатты. Осы сәт өкпе тұсынан Маржан деген дауысқа жалт қараған. Ойлы қара көздері кеңе түскен аққуа әдемі келіншек тұр қасында. Жанары шарпысып қалды. Бетінде тарам-тарам боп жүлгеленген жасты құрғатуды қажет деп таппаған Маржан Есенкүл деп екі қанатын жая ұмтылды. Есенкүл де қарсы жүріп кеп құрбысын құшақтады. Маржан Есенкүлдің бауырына жылу іздегендей тығыла түсіп, үш қысасын білдіре ұзақ өксіді. Маржан, басыңнан өткен жағдайынды естігенмін. Болған іске болаттай берік бол, демей ме, даналар? Менің де кеңесім сол. Қойдым. Маржан шағын сөмкесінен қол орамалын шығарып көзін бетін сүртті. Мені қайдан тауып келдің? Деді Есенкүлге. Көлікпен өтіп бара жатып көріп қалдым. Сау адамның тұрысы емес-ау деген күдік қолды-аяққа тұрғызбай осылай қарай жетеледі. Көлігімді сол тұсқа қалдырып кеттім. Алғысым шексіз өзіңе. Ебіл-себіл болуға себеп не? Осы әзірде ғана сатқын күйеуімді көріп қалдым. Сатқын. Сау кезімде алдында құрша жұрғылайтын күйеуім кеселге ұшырағаннан кейін менен сырт айналды. Сүйіктісін тауып та үлгергені жағыма шаншудай қадалуда. Демек, үлкен есеппен үйленген. Қызметке әкемнің арқасында жеткені есінде жоқ. Екі баланы да ойламағаны ғой. Есенкүл, тапталған намысым, ашу-ызамды келтіріп, аналардың екіжүзділігін әшкерелеуім керегін санама себезгілеткендей. Тәуекел дария кешіретіні рас екен. Дәл қазір ештеңеден таянар емеспін. Не істемек ойың бар? Әлгілердің соңынан қуып барамын. Менің үйімде сайран салуға жол бермеймін. Көлігіңмен сонда алып баршы, өтінемін. Барайық. Бірақ ашуда алқыға жеңдіре білмесең денсаулығыңа кері әсер етуі мүмкін екенін ескергейсің. Дұрыс айтасың.
Екеуі көлікке қарай беттегенде анадайдан Маржанның күйеуі Аслан төбе көрсетті. Олар осылай келе жатыр. Жолдың арғы шегінде күтейік, мен көрінбейін, деп Маржан құрбысының тасасына бой жасырды. Есенкүл екеуін көзіне таса еткен жоқ, міне олар жақындай түсті. Тығыршықтай денелі жігіттің екі езуі екі құлағында. Аяғын санап басулары еш алаңсыз жайбарақат, орнықты жағдайды көрсеткендей. Маржан, қасындағысы бір кездегі жан досың Марал, деді Есенкүл. Енді ғана таныдым. Жай басып кеп Маржан жолын бөгеді. Аслан, деді еркелеген нәзік үнмен. Жігіт селк етті. Қарсы алдында аппақ тісін көрсете ақсия күліп тұрған Маржанды көргенде сасқалақтағаны сонша ақсары өңі бір қызарып бір қуарды. Сүйіктісінің қолтығынан қолын тартып ала қойды. Маржанға бастан аяқ көз жүгіртті, даусы дірілдеп. Маржан, жаным қалайсың, деп келіншекті бетінен өпті. Көріп тұрғандай жақсымын. Осы сәт Марал досы ұйықтан оянғандай. Маржан деп ұмтылып еді, оны көкірегінен итеріп жіберіп. Іштен шыққан сұр жыландай ирелең демей баршы, деді зілдене. Ардан біржола безген екен десең, ұяттың жұқанасы қалған сияқты бетінде, деді күйеуіне. Балалар қайда? Атасы мен апасының қасында. Балаларды ауылға апарып тастап, менен іргеңді аулақ салып, ғашығымен еркін бой жазған сәтіңе куә боларымды ойламадың сірә. Қайдағы ғашық? Балаларымды сағындым, бүгіннен қалдырмай жеткізетін бол. Жеткіземін, уайымдама. Сонан соң коттедждің кілтін әкеліп бер. Егер маңдай теріңді тамшылата қиналып тұрғызған үйің болса, шын ойнақ жасайтындарға жалға беріп, табыс көзіне айналдырмас ең. Оны қайдан шығардың? Тыңда. Мен айтсам бірдеңе біліп айтамын. Тесе терекке, тимесе ботаққа демеймін. Адам жіберіп бірнеше мәрте тексерткенмін. Тексерушілер дұрыс ақпарат бермеген. Заң жүзінде ажырасып, алиментке беремін. Маржан, кешірші, ажырасқым келмейді. Менің үйімде әкем орналастырған қызметте емін-еркін көңіл көтеру қолайлы. Ажыраспасаң, қасыңдағыға қалай үйленбексің? Оған неге үйленуім керек? Оның күйеуі бар. Өтірікті де адам иланатындай қисынмен айтсаңшы. Табансыздығын, тайғанақтығын, жекежүзілдігін жыныма тие бастады. Қолмен істегенін мойнымен көтеріп, нағыз ер азамат сияқты ағыңнан жарылсам мүмкін, ойланар едім. Маржан, балаларының айыра көрмей, кешіре алсаң кешір. Адам қиын қыстау кезеңде танылады. Бұрын танымай келіппін. Мына бешаралағыңды көңіліме сіңіре алмай сен үшін ұялып тұрмын. Маржан, қандай бешаралығымды көріп тұрсың? Бұрынғы сол Асланмын. Сенмен сөз жарыстыруға зауқым жоқ. Машинамды да әкеліп қоясың осында. Кілтін қолыма ұстатасың. Енді өзім жүргіземін. Дегенің болсын. Қызметінде қалар қалмасыңда екі талай. Әкем опасыздығыңнан бейхабар. Енді шындықты жасырмаймын. Маржан, бәрі сені ойлағандай емес. Марал сөзге араласып еді, Маржан сөзін аяқтатпай тыйып тастады. Мен арқылы әкемнен көрген көмегіңді ұмыта қоятын жөнің жоқ еді. Жақсылығымды жамандықпен қайтардың. Сен опасыз, аяр. Мені туған күніңе шақырып, сусынға ұқтататын дәрі қосып беріп, апатқа ұшырап, өлгенімді тіледің. Маржан, не айтып кеттің? Ойыңнан шығара берме өйтіп. Нағыз шындық. Тілге тиек етіп тұрғаным. Арамзалығың үшін сені сотқа беруім де мүмкін. Маржан айтарын айтып болып Есенкүлді қолтықтап жөнеле берді. Бұлай шыға бере Есенкүл, Маржан, Маралдың сусыныңа ұқтататын дәрі қосып бергені рас па, деді. Рас. Қанның құрамын тексергенде анықталды. Айтарға сөзім жоқ. Біздікіне барайық, Есенкүл. Апамен таныстырып қояйын. Есенкүл кеткеннен кейін Маржан төсегіне жата кетіп, ойға шомды. Уақыт өткен сайын алыстай беретін қайталанбас жастық шағының есінде қалған үзік-үзік суреттері, көріністері көз алдынан өтіп жатты. Маржан ауқатты отбасында туып өсті. Ішкені алдында, ішпегені артында дегендей, байлықтың шалқарында балықтай жүзіп, бұлаңда өсіп бой жетті. Бәріне тіпті қастерлі ұғым ретінде дәріптелетін құндылық атаулыға байлықтың өлшемі етті. Сөйтіп жүріп мектеп бітірді. Жоғарғы оқудың да есігі Маржанға айқара ашылды. Есенкүлмен алғаш рет бір бөлмеде тоқайласты. Қызға бастан аяқ тыжырана көз жүгірткен Маржан жыланша жиырылды. Суқаны сүймейтінін бет әлпетінен ақ байқататын. Бөлмелесіне ұнамағаны Есенкүлді сезді. Есенкүлдің бір аяғын сылтып басатын кемістігі бар еді.
Кемтарлығымен қоса кедей қызбен қатар жүріп тұруды бойына мін санаған сыңайлы. Үлде мен бүлдеге оранып өзінде бар мен өзгеге ұрған сән ғой бойжеткен бақыт дегенді байлықтың баламасы деп ұқты. Және өзін бақыттылар сапына қоятын. Бірінші курстағы әкесі оған қымбат көйлек сыйлағанды. Есенгүл көп сөйлемейтін. Ықпалдылардың ырқына қоғыдай елу әдетінде жоқ. Бір доға, есті қыз, сабаққа алғыр. Алдында құрақ ұшып жарамсақтануды әбестік санайтын мінезі Маржанды шапқа түрткендей жындандыра түсті. Оны сырттай өз атымен емес, ақсақ қыз деп атайтынды шығарды. Маржанның қолтығына тығылушылар да Есенкүлді солай атай бастады. Бірде достарына, анау біздің бөлмедегі ақсақ қыздың суреті оқу озаттарының қатарында тақтаға ілініпті, деп сампылдай сөйлегені сабақ беретін ұстазының құлағына шалынып қап, ескерту алғаны бар. Маржанмен жеке сөйлескен ғалым ұстаз байлық жуса кетіп қалатын қолдың кірі. Өмірде мәңгілік өзгермейтін ештеңе жоқ. Ертеңін бүгінмен өлшеу ағаттық. Байдың кедейленіп, кедейінің байып кетуі әбден мүмкін. Сен, ақсақ қыз атандырған Есенкүл, іштен солай тумаған. Келеке мазағының нысанына айналған қыздың бұндай күйге қалай душар болғанын білсең жылар едің. Бетіне қатты айтқан сол ұстазын соңғы кездері жиі есіне алатын болып жүр. Бірде сабақтан енді ғана келіп бөлмеге енген Есенкүлбен әлденеге көңіл күйі болмай отырған Маржан байланыса түсті. Тарпылдатпай аяғыңды көтеріп бассаң нең кетеді? Тарпан жүрісіңнен-ақ жүйкені жұғартып беттің ғой, деді оған ішіп жеп қоярдай түнере қарап. Көтеріп басуға аяғым жаралмайтынын біле тұра, неге өшің бардай шүйіле бересің, деді Есенкүл ашуға булығып. Сені мүгедек қылған менде-ақ шаптығасың ғой, дауыс көтеретін кім едің? Мүгедек болмайын деп Құдаймен келісімшартқа отырып едің? Күлме досқа, келер басқа дегенді қаперінде ұстағайсың. Сен тым асығып барасың. Әр нәрсенің де шегі бар. Айлыңды осы арадан жия қоймасаң, көп басқанға бір апат, кесілерге бір кірапат болары анық, деді де бұрылып жүре берді. Есенкүл сол күні-ақ бөлек бөлмеге ауысып, кесірлі бойжеткеннен іргесін аулақ салған. Жаңа қонысының байырғы тұрғындары соңғы курс студенттер екен. Олар диплом жазу үшін пәтерге шығып кеткендіктен Есенкүл бөлмеде өзі ғана. Әлгіндегі Маржанның өктем суы, мүгедектігін бетіне басуы жанын күйзелтті, көз жасына ерік берді. Жылап жатып ұйықтап кетіпті. Есенкүл, орныңнан тұр, мойыма, бәрі жақсы болады, деген анасының даусынан ұйқысы шайдай ашылды. Апасының алдына алып айналып үйіріліп бетінен құшырлана сүйетіні есіне түсіп, жанарынан мөлдір тамшы сорғалай жөнелді. Өгей шешесіне қаршадай қыздың жүріс-тұрысы да, өзі де сөзі де жақпады. Әкесінің көзін ала беріп, қағып жіберіп, итеріп қалып, қақпалының тасындай қағыстыратын. 5 жастағы кезі, байқаусызда бір шынына сындырып қойған үшін шапалықпен жағынан салып жіберіп, шырылдап жылағанына да қарамастан сыртқа қарай қолынан дедектетіп жетелей жөнелді. Қораның төбесіне шық, деді, сатағашты көрсетіп. Тырп етуші болма, деді зекіп. Қимылсыз ұзақ отырудан жолыққан бүлдіршін ұйықтап кетіп төбеден құлап кетеді. Аяғым-ай, деп жан даусы шыға безілдеп жылап жатқаны үстіне бақытына қарай әкесі кеп қалғаны. Қызын жерден көтеріп алып не болғанын сұрап біледі. Үйіне кірсе, әйелдің қағанағы қарқ, сағанағы сарық, бейтаныс келіншекпен ішімдік ішіп, қызара бөртіп отыр екен. Адамға тән мейіріммен жардай қатыгез әйелмен бір шаңырақ астында мынадай жағдайдан кейін өмір сүру мүмкін емесін сезінген әке әйелмен біржола қоштасады. Сол күннен бастап аудандық, облыстық білікті мамандарға қаратып ұзақ емдетеді. Өкінішке қарай, Есенкүл аяғын сылтып басатын боп қалады. Маржан оқуын бітірісімен табысы мол қызметке орналасады. Әке дәулетінің арқасында қол жеткізген коттеджді, өзіне жақсы көретін күйеуі, қымбат көлігі, ұлы мен қызы бар. Сол күні жан досы Маралдың туған күніне келе жатқан. Күйеуі іссапарда, қалада жоқ еді. Рөлге отырып, ызғыта жөнелді. Кенет көзіне ұйқы тығылып қалғып кетті. Көлігі жол жиегіне қарай кілт бұрылып, әлденеге қатты соғылды. Көзінің оты жарқ етіп, қап-қараңғы түнекке жұтылып кете барды. Қай уақыт екені белгісіз, көзін ашса, ақ халатты дәрігер басына төніп отыр екен. Тітіркендіргіш дәрі ескеткен болу керек. Қасында денесінен бөлек жатқан өз аяғын көріп, есінен танып қалды.
Маржан ауруханада ұзақ жатты. Бәрі бітті. Болашағым бұлыңғыр, күңгірт. Өйтіп қасірет шеккенше апат үстінде жан тәсілім еткенім дұрыс еді. Алла тағала көресін көрсін деп тірі қалдырған ғой. Тағдыр тауқыметі жанын жегідей жеп, қайғының қара дауылы әбден сілікпеледі. Дөңгелек жүзі суалып, екі жағы пышақ жонығандай сорайып, адам танығысыз өзгерді. Әншейінде өліп шіріп тұратын күйеуінің өзінен теріс бұрылуы Маржанға дүние төңкеріліп кеткендей әсер етті. Отбасы жанашыры отағасының мүттәйімдігі келіншектің адамдарға деген сенімін жоғалтуға жеткізді. Бас аман кезінде қасынан бір елі қалмайтын достары көп еді. Солардың көп-ақ отбасының өзекті мәселелерін шешерде Маржанның көмегіне жүгінетін. Маржан, пәлен жерде танысың бар ма? Күйеуіңді жұмысқа орналастырайын деп едім. Маржан, інімді бір жерге ілдіріп берші, деп тыным бермейтін. Басына іс түсіп екі дүние ортасында жатқанда солардың бірі де есігінен сығалаған жоқ. Сығалау былай тұрсын, телефон шалып қал сұрауға жармады. Соңғы кездері Маржанның есінен Есенкүл шықпайтын болды. Күлме досқа келер басқа демеп едім, деп табалап тұрғандай көрінеді. Өзінде жоқ артықшылық. Есенкүлдің бойынан мен мұнда қалғанда ішінен қызғаныштың қызыл еті шабалана тұра ұмтылар еді. Есенкүлдің өмірді тереңірек түсінетіні, әр нәрсенің қисыннан алдағы беталысы қалай өрбитінін, соңы немен тынарын болжай білетін ақыл зеректігі, ұшқыр ойлылығы таңдандыратын. Төсегінде мамандығына үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, әр алуан ғылыми әдебиет оқып жатқанын көргенде, кітап не тең екен, деп тыжырынып, теріс айналатын. Есенкүл университетті үзік бітірді, кейінгі өмірінен хабарсыз. Бір кезде қатар жүруден намыстанып, суқаны сүймейтін сол Есенкүл бүгін ең жақын адамы секілді. Жан қалауында ауырған жерінің емінде Есенкүл табатындай әйтеуір оған деңілі, көңілі алабөтен. Адам осылайда өзгереді екен-ау. Есенкүлсіз таң атып, күн шықпайтындай сезінген Маржан күйеуі Бақыт екеуін сенбі күні түске асқа шақырды. Бөлмеге бас сұққаннан-ақ қабырғадағы кітап сөрелденіне назар салған Бақыт: Маржан, бай кітапханаң бар екен, кітаппен араларыңнан қыл өтпестей тату екеніңді бақ етқандай, деді жымиып. Өкінішке қарай кітаппен кешірек басыма іс түскеннен кейін ғана достастым. Оқасы жоқ, ештен кеш жақсы. Кітапсыз адамның өмірі бос депті бір ойшыл. Кітаппен дос бол, кітаптың жомарт беттері. Көзіңді тосар адал дос одан жоқ тегі, деп Расул қамзатып атамыз тегін айтпапты. Бақыт та кітап құмарлардың бірі, деп Есенкүл күйеуіне аялай қарады. Астан соң Бақыт рахмет айтып кетуге рұқсат сұрады. Сіздер асықпай әңгімелесе беріңіздер, мен балаларға барайын. Есенкүл қанша балаларың бар, деп сұрауды естен шығарыппын ғой. Екі ұлымыз бар. Кеше Бақыттың ата-анасының үйіне қалдырып кеткенбіз. О кісілер қала сыртындағы ауылда тұрады. Немерелерін көріп тұрмаса көңілі көншімейді. Есенкүл, Маржан әңгіме ауанын басқа арнаға бұрды. Алдында кінәлімін. Саған жасаған қиянатым есіме түссе, кірерге тесік таппаймын. Назаңа ұшырадым. Жер басып жүргендердің бәрінен биікпін деп есептеппін. Ақыры тым асқақтығым салдарынан мынадай күйге ұшырадым. Кешір мені. Есенкүлдің алдына басын иді. Жанарынан мөлдір тамшы құйылып жатты. Есенкүл орнынан ұшып тұрып Маржанды екі иығынан құшақтады. Бұның не, Маржан? Ол жайды әлдеқашан ұмытып кеткенмін. Жүрекке түскен жара жуықта жазылмайды, ұмытылуы да мүмкін емес. Жастық шақ қателікке ұрындыратын кезең ғой, тәкаппар едің. Бірақ қайырымды болатынсың, басқаларға көмектесіп жүретінсің. Мені бұлай бағалайтыныңды білмеппін. Кезінде қатты ренжіген рас. Бірақ кек сақтап жамандық тілегеннен аулақпын. Рахмет, Есенкүл, сен болмасаң қайтер едім. Ішкі сырымды кім тыңдайды мені? Айтпақшы, күйеуің балаларды алып келді ме? Алып келді. Бақшаға бергенбіз. Таңертең әкетіп, кешке қарай жұмысынан соң әкеліп жүр. Басқа тепсең де кетпеймін. Маралмен ешқандай байланысым жоқ. Кездейсоқ кездесіп қалып, өткен кеткенде еске алып келе жатқанбыз. Оның саған қастандық жасағанынан хабарсызбын дейді. Тіпті не істерімді білмей далмын. Тағы бір мүмкіндік бергенің жөн. Қабырғаммен ақылдасып көрейін. Балаларды туған әкесінен ажырату қиянат. Есенкүл, алдыма үлкен мақсат қойып отырмын. Маржан жадырай сөйледі. Қандай?
Есенкүл елең етіп құрбы жүзіне таңырқай қарады. Опасыз жігіттердің арбауына түсіп алданып, құрсағындағы баладан құтылудың жолын іздейтін қыздар мен тастанды балалардың, панасыз аналардың мүддесін көздейтін бір іс ашсам деймін. Мынауың керемет қой, Маржан. Қаракөз бүлдіршіндердің шетелге сатылуын болдырмауға, санамыздың артуына теңізге тамған тамшыдай үлес қоссам, өзімді бақытты сезінер едім. Бұл арман ғана. Арман нақты іске айналу үшін әлі көп еңбектенуім, жүгіруім, миды істетуім керек. Дұрыс айтасың. Бақыт заңгер ғой. Сұрағыңа жауап беруге әрқашан дайын. Рахмет, сенің қолдайтыныңды ішім сезген. Мұндай ізгілікті істі қалай қолдамасқа? Маржан мен Есенкүл тұңғыш рет сыр ақтарысып, ұзақ отырды. Досының көңілін аулаған Есенкүл жұмысы бастан асып жатса да, асығыстық танытпады.